жаңадан шыққан продукт шыққанына бір екі айдың көлемінде болған вейп деген продукция. Енді сіздерге айтайын, бұның енді көрсеткіші, бұның несі мүлдем былайша айтқанда мыналардан артық түспесе кем емес. Себебі бұл өнімнің ішінде, тем более Black Wave-тің формуласын ойлап тапқан академик ученый ойлап тапқан екен. Мынаның формуласы тура Black Wave-тің. Яғни бұл өнімді оның айтуы бойынша Black Wave-тен де артық шығарған дейді ол. Яғни бұл не істейді? Бұл в основном 5 түрлі ингредиент бар примерно. Біріншісі CBD. CBD деген ол мынау конопленное масло дейді. Білесіздер ғой, қазіргі таңда сол конопля дегеннің ішіндегі зиянды масаңдататын нәрсенің бәрінің формуласын алып тастайды дағыны, именно адамға пайдалы жағын қалдырады. А ол конопляное масло ең бірінші жүйке жүйесін реттейді. Жүйкесін, нервтерді, нерв талшықтарын, Паркинсон, Альцгеймер, сосын балаларда көп бұл қазір. Балаларда көп. Соған келерім қазір, соған келерім. Білден бұл сізде мықты результаттарыңыз дейді. Соларды миды реттейді. Оны миы, жаңағыдай нервтік жүйелер, депрессия, стресс, ұйқы, көңіл күй. Біреулерде жаңағыдай не болады? Ұялшақтық болады. Сахнаға шыға алмайды, тос айта алмайды, қысылады, араласа алмайды. Даже соған дейін көңіл көтереді дейді. Не үшін happy wave деп тұр? Бақыт толқынында деп тұр. Қазақшасы. Неге? Өйткені бүкіл адамның ішкі потенциалын ашатындай қылып береді. Бірінші. Және де оның құрамына бұл жерде нені қосқан? CBD и топинамбур. А топинамбур деген ол тоже самый кишечный флораны тазалайтын. Және де асқазан асты бесі, то есть топинамбур сақынды еместерге не береді. Яғни бүкіл ішектік жүйені барлығын тазалап, бүкіл ас қосу жүйесін қалыптастырып, пищевой волокнамен қалыптастырып. Енді келесі ол спирулин. Спирулин енді ол как не ол питание, ол как не белок, ол как коллаген жұмыс жасайды. Ол жаңа сүйекке, буынға, артроз, артрит деген нәрсенің бәріне не үшін көмектеседі? Өйткені спирулин. Ол чистый, натуральный биофлавоноид, белок, 18 аминокислоты қалыптастырады. Тем более ол спирулин как детокс жұмыс жасайды. Шетатта, бауырды да, бүйректі де, тасты да, жаңағыдай неше түрлі мынау ішекті де бәрін тазалайды. И ол спирулиннің тағы бір ерекшелігі ол коллаген жұмыс істейді. То есть подтяжка, арттатып, теріні тазалап, теріні тартып, шаш, тырнақ барлығын қалыптастырады. И одан кейін витамин B1, B6, B12. B1, B6, B12 туралы кеше мен вебинарда түсінгенім деген бір нелерде. Егер де адамға қазір каждый человек дейді ғой, каждый адамды бірінде тұрып тексеретін болсаң, любойның осы витаминдердің жетіспеушілігін анықтауға болады екен. Кез келген. 10-ның 9 емес, 10-ның 10-ды да жетіспейді екен. Представляете? Және де біздің ішіміздегі манағы паразитарный, грибковый, неше түрлі жиналып жатқан патогеннің кишечный флораның ең жақсы бөлігі сусынданатын нәрсесі ол B1, B6, B12 деген. Солар жеткен. Сор болады қаннан, түсініңіздер. Сол үшін де мана тазаладық, басқа қылдық. Егер де B1, B6, B12 адамға жеткіліксіз болса, бітті, ол кезде кишечник басына кете алмайсыз екенсіз. Кишечник басына кетілмесе, 70-80% ауыру дамыды деген сөз. Мінекей. Біз айтатын жоқ, B1, B6 деген тек қана миға керек, басқа керек, ничего подобного, ішекке не керек екен, ішектің микрофлорасына, басқасына. Сол үшін де мінекей мынау өнім и детокс, и жаңағыдай восстановление, и как питание, как коллаген, как неретінде кете береді. Сондай универсальный, мохитоның дәмі шығатын, приятный, балаларға да спокойно бересіз, напиток бере бересіз. И қонақтарыңызға да бере береді. То же самое 6 өнім, то же самое 15-10 миллиграммда 200 грамм суға араластырып бересіз, немесе 1 литр суға араластырасыз да, ішінде лайм, анау салып бересіз, напиток ішесіз. И здорово, и тәтті, и приятно, и адамға жақсы нәтижесі. Оның да жаңағыдай қазір отзывын айтасыз, хорошо, сол отзывты қазір айтып жіберіңізші, осы